Жетісай жақта мешіт ашылып жатыр. Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hürmetli bауырлар. Күндердің сұлтаны жұма баршамызға да берекелі болсын. Осындай Алланың мейірімі жауған үйлер көбейе берсін иншалла. Құрметті бауырлар. Осы ай Мәуліт айы деп айтып кеттік. Мәуліт айында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаяны көп айтылып, салауат жайлы насихаттар сөз қозғалады. Әлбетте тек бұл бір айдың ішінде емес, басқа жерлерде де, басқа уақытта да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірі, кім екендігі және де салауат айтудың маңыздылығы айтылатын кездер болады. Әйтсе де, бүгін осы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту деген мағынаны бір шолып өтсек деген ниетім бар. Құрметті бауырлар, біріншіден Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің шарафы, өзінің құрметі, кім екендігі, Алланың алдындағы орны ол бәрімізге белгілі шығар деп ойлаймын. Әйтсе де бір ауыз айтып кеткен еді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлардың соңғысы. Оны мөрі деп айтады. Және де бұл дін сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алып келген ең соңғы діні болып келеді. Алла тағаланың түсірген Құраны осы ислам дініне түскен. Осы Құранды насихаттап 23 жыл бойы бізге үйреткен адамзаттың ұстазы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Ол кісінің орны жайлы, ол кісінің қаншалықты біздің жүрегіміздегі орны жайлы қарапайым айтсақ, құрметті бауырлар, сіз иманды болам десеңіз, бірінші орында өзі баяғыда айтатын еді ғой. Сен мұсылмансың ба десе, әлхамдулилля мұсылманбыз дейміз. Оған менің күмәнім бар дейді. Сонда айтатын оған жауап, онда менің оған дәлелім бар дейді. Дәлелің қандай дегенде не дейді екенбіз? Ашхаду ан ла илаха иллаллах, сосын ва ашхаду анна Мұхаммад расулуллах дейміз. Бәрекелді, куәлік береміз. Алладан өзге Құдай жоқ, және Мұхаммед оның пайғамбары дейміз. Иман ендеше пайғамбарымыздың атын айтып куәлік бермей толық болмайды екен. О кісінің орнын қараңыз. Жай ғана мен Аллаға сендім деген жарамайды екен. Мен Құдайға сендім десеңіз, ол бітпейді екен. Мен Мұхаммедке үмбет болдым десеңіз, сосын барып толық болады екен. Екінші нәрсе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аты Алланың атын жанында тұрғандығы. Бұл үлкен орын. Құран-ы Кәрімде Алла тағала әртүрлі уақиғаларды баян етеді бізге. Сол уақиғалардың біреуі Адам алейхиссаламның күнә жасаған уақиғасы еді. Бір күнә жасап қойып жәннаттан қуылады. Сол қуылуынан бұрын ол кісі көп тәубеге келеді. Сонда сол тәубеге келуге себеп болғанның біреуі Адам алейхиссалам бір сөздерді Алланың құдіретіменен ортаға қойып күнәсі кешірді деген Құранда аят бар. Бір сөздерді айтты дейді. Сол сөздерді Адам алейхиссалам айтқан себебінен күнәсі кешірілді дейді. Ғалымдарда талас бар. Бұл қандай сөздер? Не сөздер деген? Тәпсір кітаптарында келеді. Адам алейхиссалам Аллаға жалбарынып, күнәсінің кешірімін тілеп жатқан кезінде, сенің Мұхаммедтің атыменен сұраймын, сенің күнәмді кешір деген кезінде, Алла тағала Адам атадан сұрайды. Оны қайдан танисың? Мен оны жаратпадым әлде. Оны қайдан танисың? Деген кезінде Адам алейхиссалам айтады. Мен жаралдым, лайдан жаратылды ғой. Жәннатты араладым дейді. Жәннатты аралап жүрген кезімде
Жәннаттың қақпаларының біріне «Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла» деп жазған сөзді көрдім. Сені білемін дейді. Алладан өзге құдай жоқ деп тұрды дейді. Бірақ мен Мұхаммедті білмеймін дейді. Сен маған бүкіл адамдардың, бүкіл барлық заттың есімін үйреттің. «Уаллама адаман асма'a куллаха» деп келеді. Бүкіл барлық нәрсенің Алла тағала есімін үйретеді. Сол барлық нәрсені мен білдім дейді. Жәннаттағы барлығының есімін білдім дейді. Барлық заттың атын білдім дейді. Бірақ Мұхаммед деген затты таба алмадым дейді. Ол жоқ екенін білдім. Бірақ сен өзіңнің жаныңа қарапайым нәрсені қоспайсың. Алла сондай құдіретті, оның жанында кім тұра алады, ойлаңыз. Ендеше сол өзіңнің құдіретті есіміңнің жанында тағы бір мен танымайтын есім тұрды. Сол қиналған, қысылған уақытымда көкейіме келді. Ендеше Алла өзіне қымбат болған білеудің есімін жазған. Сол қымбат болған затты мен білмеймін. Білмесем де соның атын айтып кешірім сұрайыншы. Аллахым, осы Мұхаммед дегеннің атыменен мені кешірші деймін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келмей тұрып-ақ жәннатта аты тұрды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болмай тұрып ол кісінің келетінін барлық пайғамбар айтып кетті. Қандай пайғамбар келеді? Айтады екен. Әртүрлі мақталушы, мақтаушы, қош хабар беруші деген бір кісі келеді дейді екен. Тіпті көне грек тілінде параклетус деп айтады. Бұл Інжіл кітаптарының, Інжіл Таурат кітаптарында сөйтіп жазылады. Менен кейін бір параклетус деген бір адам келеді деп айтады. Бұны өзге дін өкілдері қош хабаршы, мақтаушы дейді да, бұл енді өзінің сондай деп басқа нәрсеге тәпсірлеп кетеді. Бірақ олай емес. Пайғамбарымыздың аты кім? Мұхаммед. Мұхаммед бұл арабша ат. Хамд дегені мақтау деген сөз. Мұхаммед дегені мақтаулы деген сөз. Параклетус дегені де көне грек тілінен аударсаңыз мақтаулы болады екен. Сонда Иса пайғамбар менен кейін Мұхаммед деген адам келеді деп айтып кеткен. Бұл Інжіл кітабында тұр. Бұндай қош хабарларды басқа да пайғамбарлар айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атын айтып, ортаға қойып кешірім сұрауға болатындығын қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атын айтпай иманыңыз толық болмайтындығы бар. Тағы да бір сөз бар. Бір кісі мешітке келіп, барлық кірсе, жұрттың бәрі біреу намаз оқып отыр, біреу Құран оқып отыр. Ана кісі мешітке кіре салып дұға қылады. Тілегін тілейді да, енді дұрыс қой, ғибадатхана пайғамбарымыз бақылап отқан болады. Сөйтсе әлгі кісі бірден келеді, уа Құдайым, маған мұндай бер деп бірден бастап кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанына келіп, әлгі кісі ісін бітіргесін дұға қылып болғасын айтады. Сен асығыссың ба дейді. Сөйтсе жоқ, қатты асығыс емеспін дейді. Онда дұғаң өте қатты асығыс болды ғой дейді. Қалай асығыс болды дегенде айтады. Дұға жасаудың, яғни Құдайдан тілек тілеудің өзінің орны бар дейді. Бірінші Аллаға мақтау айтасың. Екінші пайғамбарға салауат айтасың. Сосын барып тілеуіңді тілейсің. Сосын бітірер кезде дәл солай бітіресің деді. Дұға жасаудың реті солай екен. Сол үшін сөз сөйлеудің де реті солай деп ғалымдар айтады. Бірінші орында Аллаға мақтау айтылады. Құдайдан бірінші ал аумин деп бата қайыр дегенде, немесе өзіңіздің
жүрегіңізде бір тілегіңіз келсе, бірінші Аллаға мақтау айтыңыз. Бұл пайғамбардың үйреткені. Екінші, пайғамбарға салауат айтыңыз. Енді екеуі қандай әсер ететінін айтайын ба? Сіз тілегіңізді тілеуден бұрын оны қабыл болудың ретін жасауыңыз керек қой, дұрыс па? Қабыл болу. Қалай қабыл болу керек дегенді пайғамбарымыз айтады. Сауап амалдар, жақсы амалдардан кейін сұраған тілек қабыл болады дейді. Яғни бір жақсы амал жасасаңыз, кешіктірмей дәл артынан дұға қылсаңыз, сіздің дұғаңыз қабыл болады екен. Ендеше біз мысалы қазір мешітке кірдіңіз, ал енді сауап амал жаса дегенде қалай қаперіңізге келеді енді? Қалтаңыздан ақша шығарып кімге садақа бере қоясыз, оны қаяқтан тауып аласыз? Немесе бір жақсы амал дегенде бір тағы не жасайсыз енді? Бір сыртқа шығып жасап келе алмайсыз. Ең оңайы бірінші орында Аллаға мақтау. Аллаға мақтау айтсаңыз, бұл жақсы амал. Пайғамбарға салауат, бұл да жақсы амал. Осы екеуі қосылып, екі үлкен жақсы амал болғаннан кейін, солардың соңынан бірден Аллаға мақтау айтасыз. Ал оларды басқа бір кісі, енді біз қарапайым пендешілікпен түсіндіріп береді. Бүйтіп айтады. Сен бір сұлтанның алдына кірсең, үлкен патшаның алдына, өзіңнің тілегіңді қалай айтасың дейді. Бірден, ассалаумағалейкум, мен осындай сізден сұрауға келдім десеңіз бола ма? Реті қалай болады сөз сөйлеудің үлкен кісінің алдында? Бірінші орында бізде қазақта жағдай сұрайды, дұрыс па? Жағдай сұрайды, әбден өзіңіздің жағдайыңызды айтып, бәр әңгіме біткесін. Бізде шығыс халқы дейміз ғой, шығыс халқының әдеті кетер аяқ айтамыз. Кетіп баратқан кезде барып, бұйымтайым бар еді деп. Ол кетіп барыз, бұрылып қойдыңыз да жантылай. Негіз бұйымтайым бар еді. Иә деген кезде барып айтамыз. Бізде әдет солай сөз сөйлеуді. Ал енді патшалардың алдында бүйтіп айтылмайды. Бұл қарапайым, бұл жұмыспен келген адамға айтасыз. Патшалардың алдында сөз бөлек айтылады. Бірінші орында ол кісіні мақтайсыз. Орнына келді. Мақтағанда жағымпаздық емес. Сіз осындай ісіңізге қарай мақтайсыз да. Сіз мысалы дейін, мешіт салуға рұқсат алайын деп тұрсыз. Мысалда енді. Сіз енді көп жерде мешіт салып жүр деп естідім. Мешіт салған сондай сауап істер ғой. Сіздердің соңыңыздан біз ермей қайда барамыз? Сіздер бізге үлгісіздер. Қарасаңыз, яғни оны мақтап, кішкентай бірақ мешітіңізге, мешіт салуға кішкентай бұрып келе жатсыз ғой, дәл сол сияқты бірінші мақтау айтылады. Одан кейін сол мақтаудың жалғасы пайғамбарымыз, оны яғни ол кісінің жақсы көретініне жақындатуыңыз керек қой, яғни сіз мақтау айтып қойдыңыз. Сосын барып енді мақтау айтып болғасын енді ана кісіге жақындау керексіз ғой. Қалай жақындайсыз енді? Сол кісі танитын біреуді айтасыз ғой. Негізі анау пәленшектер дегеннің біз сол жиені болып келеміз деген сияқты бастайсыз ғой сөзіңізді. Жаңағы ол пәленшекті ол таниды. Ол анау бір жерде дастархандас болды ма, бір қызметі өтті ма, сондай еді. Мысалда, дәл сол сияқты Алланың ең сүйген пенделерінің бірі бірегейі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Сол үшін айтады, бірінші Алланы мақта дейді. Екінші пайғамбарға салауат айт дейді. Сен соның үмметісің ғой дейді, соған жақындадың. Сосын барып қолыңды жайып, Аллахым менің атым бар еді деп тілегіңді айт дейді. Бұл енді қарапайым түсіндіргендігі. Әйтсе де валиллахи мәсәлул а'ла, Алла тағала адамдар сияқты емес. Алланың құдіреті сонша, мынандай деген сөз бар пайғамбарымыздың. Уа халайық, сендердің үлкендерің, кішілерің, әуелгілерің, кейінгілерің, адамдарың, жындарың барлығын бір төбеге жиналып алып, уа Аллахым деп тілек тілесең, барлығыңды естет дейді. Біріңді қалдырмайды дейді. Ойлаңыз, біз жамырап сұрасақ та, әрқайсымызды жеке-жеке естіп, жеке-жеке жауап бере алады. Бұл адамдардың патшасына ұқсамайды. Адамдардың патшасы ғой, ол біреулеп қабылдайды, ол адам ғой. Ол 10 адамды қатар ести алмайды. 10 адамға қатар жауап айта алмайды. 10 адам не? 2 адамға. Қандай білікті азамат болса да. Цезардың өзін мақтайды ғой, өзі жазып отырып естіген дейді. Бірақ оның өзі Құранда айтылып қойған адамда бір жүрек бар деп.
бір істі, екі істі қатар жасасаң, екеуі де пысық болмайды бәрібір. Елу бөлінесіз. Құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтудың орны бөлек дүние. Сіздің дұғаңыздың қабыл болуына дұға жасаудың тәртібіне кірсе ол, одан бөлек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында бір кісі келіп сұрайды: уа Расулалла, мен дұға қылам дейді, Құдайдан сұраймын. Сол Құдайдан сұрап отқан кезімде сізге салауат айтам дейді. Сол салауатты қанша қылып айтайын дейді ғой, ішінде дұғаның қанша пайызы болсын ішінде деген кезде қанша қоссаң сонша жақсы дейді. Ондай болса 3-тен 1 қылайыншы дейді. Қоссам жақсы дейді. Ондай болса жартысын салауат қылам, жартысын тілек қылам дейді. Өзің білесің дейді. Отырып, ба Расулалла, егер мен барлығын салауат қылсам ше дейді. Дұға қылып отырмын, бірақ айтпасам тілегімді. Яғни ішімде тілегім бар, Құдайдан сұрайды. Бірақ сол сұрайтын тілегімді айтпай, тек саған салауат айта берсем, не болады деген кезде, Алла тағала сенің сұрамайтыныңды да береді деген екен. Сұрайтыныңды емес, сұрамақшы болып отырсыз сіз қазір да, тіпті сұрамайтыныңды да береді деген екен. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттың орны бөлек. Тағы да бір тәпсірде келеді. Құран-ы Кәрімде айтады: ей Мұхаммед, сен олардың арасында болғаныңда мен оларды қалай азаптайын дейді. Яғни адам баласына Алла тағала қаһарланса азабын жаудырады. Біз күнә жасап, бір білместік жасасақ, Алла бізді тәртіптеп азаптайды кейде, Құдай сақтасын. Сол азабы жаудыратын кездер болған кезде соған тосық болатын, Алланың азабын жаудыртпайтын себептердің бірі пайғамбарымыздың өзі екен. Оны Құранда айтады: сен араларында болсаң, мен оларды қалай азаптаймын дейді. Алла пайғамбарды жақсы көргені сонша. Сонда осы сөзді жалғап имам Науауи сөзінде былай айтады: уа халайық, сен егер пайғамбардың етегін ұстап, тілің пайғамбардың салауатынан құрғамаса, сен пайғамбар сенің араңда болғандай болады. Өйткені оған дәлелім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзі бар: кім маған салауат айтса, соған мен жауап айту үшін менің рухымды қайтарады дейді. Сөйтіп маған жауап айтқыздырады дейді. Сонда айтады: уа Расулалла, бір кісі айтады: сіз өліп сүйегіңіз шіріп кетсе де солай бола ма деген кезде, пайғамбарлар басқа адамдарға ұқсап шірімейді. Жер оларды олай қылып шіріте алмайды дейді. Құрметті бауырлар, сіз салауат айтқан сайын пайғамбарымыздың рухы қайтарылады. Ал енді ойлаңыз, қанша мешіт бар жерде, қанша адам намаз оқып жатыр. Әр намазда біз салауат айтамыз, намаздың аяғында. Дұға қылғанда салауат айтамыз. Сонша салауат барып тұрғанда пайғамбар өлді деп кім айтты? Пайғамбарымыз арамызда. Тағы бір нәрсе бар, керемет, Алланың кереметі. Сіз егер салауат айтсаңыз, сіздің есіміңіз пайғамбарға аталып айтылады екен. Өйткені рухын қайтарғаннан кейін саған пәленшенің ұлы түгенше салауат айтып жатыр деп айтады. Яғни сіздің әкеңіздің аты аталуына сіз себепкер боласыз. Егер сіз перзент болсаңыз, жақсы перзент болсаңыз әкеңізге, әкеңіздің аты пайғамбардың алдында айтылсын десеңіз, пайғамбарға салауат айтыңыз. Сіздің атыңызды айтып тұрып, пәленшенің ұлы түгенше саған сәлем айтып жатыр деген кезде, сіздің әкеңіздің атын айтып сізге жауап береді. Сондықтан әкеңіздің аты пайғамбардың аталуына себепкер болуының біреуі ол намаз. 5 уақыт намазда сіз қалай дейсіз? Аллахумма салли аля Мұхаммадин кама саллайта аля Ибрахим деген дұға бар. Аллахым Мұхаммедке салауат айт, оған сәлем айт,
Ибрахимге салауат сәлем жолдағандай, Аллахым Мұхаммедке және оның жанұясына береке бер, Ибрахимге және оның жанұясына береке бергендей деп біз дұға қыламыз. Сол кезде сіздің де, сіздің әкеңіздің де аты аталады. Пайғамбарға аты аталып, пәленшенің ұлы сізге сәлем айтып жатыр, салауат айтып жатыр деп жеткізеді. Салауат айтудың құдіреті сонша, сізге дәрет керегі жоқ. Сізге мешітте керегі жоқ. Таза жері болса болды. Әжетхана, монша болмаса болды. Жүрген жеріңізде, отырған жеріңізде, жатқан жеріңізде міндетті түрде тіке қарап тұру керек. Міндетті түрде қыблаға қарап тұру керек дегенде жер жоқ. Ойлаңызшы, жай ғана пайғамбарды еске түсіріп, салауат айтсаңыз, дұғаңыз қабыл болады. Сіз сұрамаған нәрселер беріледі. Сіздің әкеңіздің аты пайғамбарға айтылады. Ойлаңызшы, әшейін бір сөзбенен, ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Кімде-кім маған бір салауат айтса, оған 10 салауат жауап қайтарылады. Жер бетін аралап жүретін періштелер бар дейді бір сөзінде, имам Ахмедтің риуаятында. Жер бетін аралап жүретін періштелер бар. Кімде-кім маған салауат айтатын болса, сол періште келіп оған салауат қайтарады. Және де оған куә болып, соған 10 сауап амал жазылып, 10 күнәсі кешіріледі дейді. Сіздің күнәңіздің кешіріліміне де себеп. Сіздің қарап отырып, жай ғана бір отырыста сауапқа жететін нәрсе де бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат. Құрметті бауырлар, сізді бізді көрмей сағынған, сізді біздің тілеуімізді тілеген бұл пайғамбарға неге салауат айтпасқа? Білесіз ба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жәннаттардың барлығының алдында үлкен бір әуіз тұрады, бассейн. Сол үлкен қазақ тілінде әуіз деп те, әуіт деп те айтылады. Тоған деп те, тыма деп те айтылады. Үлкен су қоймасы тұрады. Сол су қоймасының аты Кәусар. Сол судың түбінде бұлақ бар. Содан шығып тұрады су тоқтамай. Бұл менің Алла маған берген бұлақ, менің бұлағым дейді пайғамбарымыз. Алла тағала сол кісінің егелігіне берген. Жәннатқа кірген барлық адам кірместен бұрын осыдан су ішеді дейді. Бірақ мен дейді, осы жәннатқа кірмей сендерді бұлақтың басында күтемін деген сөз. Біз үшін жәннаттың қадамына кірмей ары қарай қадамдамай, сізді күтетін пайғамбарға неге салауат айтпасқа? Неге ол кісінің есімін дәріптемеске? Біздің қазақ халқы пайғамбарды сыйлағаны сонша балаларына атын қояды Мұхаммед деп. Тіпті кейбіреулер бұл балам Мұхаммедтей болмайтын шығар деп атын аздап бұзып қоятын Мәмет деп, Махамбет деп. Өйткені кішкентай құрмет болсыншы, ана Мұхаммед деп ат қойып, бұл бала ертең жаманатты болып жатса, сондай үлкен кісіге кіртиіп кетеді ғой деп, баласының атын аздап бұзып, Мұхаммед жан, Мұхаммед әлі деген сияқты басқа есімдерді қосыңқырайтын. Өйткені құрмет болатын. Пайғамбарымызға деген соншалықты ізет болатын. Білесіз ба, біздің халқымыз пайғамбарды құрметтегені сонша, пайғамбарымызды ақ пайғамбар дейтін. Бір Аралдың мешіттерінде уағыз айтып жүргенімде әз кісі кездесті. Көзі көрмейтін бір кісі сізді көргісі келіп, амандасқысы келіп жатыр дегесін, барсам, амандасып маған сұрақ қойып жатыр. Сөйтіп бір-екі пайғамбарымыздың салауатын айтып, мен сізден бір хадис сұрайын деп едім дейді. Сөйтіп әлгі хадисті айтудан бұрын бүйтіп құмданып жиналып алады екен. Сөйтеді екен да, менің ақ пайғамбарым деп сөйлейді да, ойласаңшы. Ана кісінің
пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатын көрсеңіз, ана кісінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін айтқан кезде соншалықты жиынтығы. Бұл бекер емес. Өйткені имам Малик деген бір имам өткен екен дүниеден. Ол кісі мешітке келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін айтып беріп, халыққа сабақ береді екен. Сонда сабақ беруден бұрын ол кісі мешітке келген киімінен бұрын қайтадан үйіне барып, басқа киім киіп береді екен. Ең әдемі қымбат киімдерін киіп, ең қымбат әтірлерін сеуіп, отырып, қыблаға қарап отырады екен. Сөйтіп, жинақы намазда қалай отырады, шөкесінен түсіп, екі қолын тізесіне қойған күйі, тік отырған күйі, қыблаға қарап отырып, пайғамбарға хадистерін тізбектеп айтып береді екен. Мынадан келген пайғамбарымыз былай деді. Мынау пәленшеден түгенше айтты деп пайғамбарымызға шейін жеткізіп, мынандай деген сөзі бар деп сөз жеткізеді екен. Ал егер кімде-кім соның ішінде жан-жағын қасып, былай есінеп, жаңағыдегі талтайып отыратын болса, мешіттен шығарып жібереді екен. Пайғамбардың сөзі айтылып отырғанда, пайғамбардан сен қалай естесің, солай отырмадың, әдепсіз деп мешіттен шығарып жіберетін көрінеді. Соншалықты бұл кісінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббаты. Сондықтан құрметті бауырлар, егер жүрегіңізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат болса, білесіз ба, сіздің жүрегіңіздің төрінде қымбат иман болады. Оған дәлелім, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кімде-кім мені өзінен артық жақсы көрмей, иманның дәмін татпайды дейді. Сонда Омар халифа, Омар деген бір сахаба тұрып айтады: мен, Расулалла, сізді жақсы көремін, өте сыйлаймын, бірақ жүрегіме үңілсем, өзімді де қатты жақсы көреді екенмін. Сізді өзімнен артық көре алмай тұрмын дегенде, онда Хаттабтың ұлы Омар иманда кәміл болмапты деп басын иіпті пайғамбарымыз. Бір сөз ғой, сол сөздің өтіп кеткені сонша, бұрынғылар ғой, бір ауыз сөзге халық баяғыда тоқтап